Анықталғандай, жедел профилактикалық борышкер іс-шарасы барысында заңсыз атыс қаруын тасымалдау дерегі бойынша шенділер жастар тобын тоқтатқан. Құжаттарды көрсетуін сұрағанда, олардың бірі белгісіз қарудан полиция қызметкерлеріне оқ жаудырған. На данный момент сотрудник полиция қызметкерімен күдікті ауруханаға жедел жеткізілді. Күдікті бұрында қылмыскер ретінде тіркеуде тұрған. Діни экстремизмге ешқандай қатысы жоқ. Подозреваемый не является религиозным экстремистом. Қақтығыс кезінде бір полиция қызметкермен күдікті жараланған. В 6 часов вечера было доставлено 2 человека, один из которых является... Екі науқаста оқ тиіп жараланған. Қазір жағдайлары өте ауыр. Жағдайлары ота жасалғаннан кейін белгілі болады. Состояние обоих тяжелое. Ішкі істер департаментінің мәліметтері бойынша күдікті бұрында қылмыс жасап полиция есебінде тұрған. Қазіргі уақытта осы оқиғаға қатысты мән-жайды анықтау үшін полиция қызметкерлері шұғыл тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Айша Жақсыберген, 7/7 News.